Армысыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қонағымыз Шарипа Ниязбекова. Шарипа ханым, өзіңізді, кім екеніңізді таныстырып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі. Мен Ниязбекова Шарипа, Шымкент қаласынан келдім. Саяси тұтқын, азаматтық белсенді Әмір Ерұланның анасымын. Шарипа ханым, бүгін Ерұланға отырған түрмесіне барып келдіңіз. Қандай сезімде отырсыз? Рахмет сізге. Мен балама 21 күні кірдім, 23 күні шықтым, 2 күн қасында болдым. Баламның жағдайы мәз емес. Сол неге түскелі ауырып қалған. Ауырып отыр. Енді жағдайы не болатынын өзім де білмей отырмын. Қорқып та отырмын бір жағы. Сонадағылар Семейге жібереміз деді. Сосын бір кезде мен сұрастырсам, Семей жабылып қалыпты, енді Алматыға жібереміз деп отыр. Әрқайсысы әр нәрсені бір айтып отыр. Негізінде балам псих болып уже ауырып қалған. Сол жағдай. Баламды көріп, көңілім толқып, сөзін шыны керек, жылап шықтым енді. Сіз жіберген Ерұланға балалардың суреті мен құжаттарын алып па, Ерұлан? Мен осы Астанаға қарай Көкшетауға келе жатқанымнан бұрын, октябрьдің 7-лерінде мен почтамен салып жібергенмін. 4 бала шағасының фотосуретін, сосын Шымкенттің берген психиатр, психологтарының, СИЗОның психиатрының берген история болезньдерін бәрін поштамен салып жібергенмін. Оның біреуінде Ерұланға бермепті, жоқ. Сұраса жоқ деп айтады. В общем, бәрі жоқ, келмеген деп отыр. Шарипа ханым, сіз 18 қазанда 165-25 мекемесіне телефон жалдыңыз. Олар Ерұланды Семейге жіберді деп айтыпты. Бұл шындық па? Бұл бәрі шындық болмады, бір-біріне сілтеп өтірік айтты. Мен 18 күні күндіз звондадым. Ерұлан Әміровтің жағдайы қалай, не болып жатыр дегенде, балаңызды Семейге психбольницаға алып кетейін деп жатыр деді. Срочно тез келе беріңіз, балаңызға свиданка береді, соған кіріп шығасыз деді. Мен сол күні түнінде пойызға шығып кеттім. Сонымен келдім, 19 күні обедте бардым учреждениеге. Кіргізбей қойдым мен. 2 күн Көкшетауда жаттым. 21 күні кірдім. Сұрастырсам, енді Семей жабылып қалған, Алматыға жібереміз дейді. Бәрі өтірік болып тұр ғой, бұлардың айтқан сөздерінің бәрі. Сіз Астанаға қазанның басында келдіңіз. Ерұланды Шымкентке көшіру үшін қылмыстық атқару жүйесі комитетінде арыз жаздыңыз. Қандай нәтижеге қол жеткіздіңіз? Ешқандай нәтижеге қол жеткізген жоқпын. Сол октябрь қазан айының басында жаздым арыз бір рет. Ол кезде жауап келді, балаңыз нарушение жасапты ішінде, жалаң аяқ далаға шығып кетті деп айтады. Сондай түрменің ішінен темір есіктердің бәрі жабық камерадан ол қалай далаға жалаң аяқ шығып кетеді. Маған солай деп түрменің басшылары солай айтты. Екінші заңы, ат жөнін сұрамады, екінші заңы екен, өз ұстаным бар екен. Соның екіншісі маған солай деп айтты. Балаңыз нарушение жасап тастады. Сіз ұлыңыздан сұрадыңыз ба? Ол түрмесінің сыртына қалай шықты екен? Сосын кеше свиданкіге барғанда сол мақсатта баламнан бәрін сұрадым. Ол айтады, мен ауырып қалдым дейді, ауа жеткізе алмай қалдым дейді. Сөйтіп ана ішінде стучат ете ма, звонок басана бір сигнал берген, сол кезде солдат балалар келген, жетектеп коридорға шыққан. Далаға емес, коридорға. Соны далаға шығып кетті қылып отыр ғой бұлар енді. Соның бәрін дәлелдей алмадым, ана 2 бала қасымда болды, солдатталдар болды деп айтсам, сен бір өзің шығып кеткесің деп айтады дейді. Бір өзі олар темір есіктің ар жағына қалай өтіп кетеді? Өтіріктерді ұқсаспайды ғой, соған нарушение беріп отыр ғой енді. Мен жазғанмын, оңтүстікке ауыстыр, сондай заң бар екен ғой деп.
соны ешқандай результат беріп отырған жоқ. Қазір сіз кімнен көмек сұрағыңыз келеді? Мен айтайын деген, мына Европарламенттің депутаттары, Канада, Америка, Ұлыбритания басшыларымен осы баламның жағдайына байланысты көмек берсе екен деп отырмын. Баламды бостандыққа шығарса екен деп отырмын. Шарипа ханым, көңіліңіз түспесін. Интервью бергеніңізге рахмет. Сау саламат болсын. Енді Ерұланыңыз шығады деп бәріміз үміттенеміз. Рахмет. Басысы аман болсын.